Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып көрсететін нәрсе медициналық сертификатты қалай алуға болады. Колледж бітіресің, дипломды аласың, содан кейін жұмысқа тұру үшін қасына тағы да сертификат керек. Соны тапсыру үшін бірінші экзамен тапсырасың. Экзамен тапсырып, соны тест тапсырып, тесттен кейін не алуың керек? Сертификат тесттің жауабын аласың, одан кейін соңғы апарып соңғы апарып сертификат алу керек, сертификатқа тапсырасың. В общем, енді тестті ең бірінші жұмысы сол тест тапсыру. Тест тапсыру үшін негізі үйде отырып қалай не істеуге болады. В общем, тестке бірінші заявление жазу керек, тест тапсырамын деп. Содан кейін тест тапсыруға барасың. Ол үшін заявление беру үшін бірінші экзамен деген неге кіруің керек? Экзамен KZ деген бар сайт, соған кіру керексің. Қазір мен негізі кіріп болғам, бірақ енді осыны не қылғанда, осыны істеймін деген уақытында, в общем, интернеттен вообще ештеңе жоқ осы неге, осы тақырыпқа. Бірақ енді керек нәрсе да бұл. Ана жаққа барып сұрайтын болсаң, ешкім айтпайды ғой. В общем, экзамен KZ кіресің, Яндекс арқылы, Google арқылы. Бірінші сайт бар, экзамен KZ, национальный бірдеңе деген, Центр независимой экзаменизации. Қазір карантин уақытысы, карантин уақытында тест тапсыруға барған кезде маска, перчатка болсын деп шығарған жаңағы жерде. В общем, осыны астына қарап түсеміз. Войти, зарегистрироваться деген бар. Оның алдында бірінші көрсететін нәрсе, көрсетіп жіберетін нәрсе бар еще да. Заявлениенің несі қалай істелу керек, содан кейін прайс қанша төлеу керек, мынаған керекші. Прайс, если егер бірінші болып бірінші дипломды алып, содан кейін барып тест тапсырайын деп жатқан болсаң, ол кезде 2900 теңге төлейсің. Врач болатын болсаң, вуз бітірген болсаң, 13900 төлейсің біріншісіне. В общем, сондай нәрселер. Так, сосын для претендентов, сосын оның ішінде ертең экзамен болған кезде тестовый вопросы, осының ішіне кірсең барлығы көрінеді. Тестке баратын болсаң, дайындалып бару керек. Тестовый вопросы деген ба, соған дайындалу керек. Так, содан график компетенции дейма, солар, оған кірсең, так. В общем, жаңағы жерде график деген бар. Мына жерде оценки на 2020 тұр. В общем, осының ішінде қай уақытта примерно қай уақыттарда не қылуға болатын. Негізі қазір заявка жібергеннен кейін 7 күннің ішінде жауап беру керек екен. Сосын перечень документов для регистрации деген бар. Қандай документ дайындау керек? Осы жерде удостоверение личности, удостоверение керек. Сосын документ об образовании, дипломың, сосын квитанция об оплате, жаңа 2900 теңгені төледі деген. Сосын заявление бар. Заявление на жерден заявлениені не істеп алуға, сертификацияға заявлениені скачать етуге болады. Категорияға тапсыратын болсаң, категорияның заявлениесі астында 5-те тұрған заявление соныкі. Сосын фотография размером 3×4 деген, ол жаңа неге экзаменге барған кезде апарасың оны тоже. Сосын удостоверениені, дипломды, квитанция об оплате, ол барлық заявлениені не істеу керек? Сканерден өткізіп, сосын барып компьютерге жазып алып, сосын барып тапсыру керек. Так, если сканерге личный ақша анау-мынау дейтін болсаң, не істеуге болады? Жаңа удостоверениені суретке түсіріп алып, дипломды суретке түсіріп алып, не істеу керек? Компьютерге салып, фотошопқа салып, PDF қылып сохранить ететін болсаң, сол сканердің несі болып шығады. Енді, если что деп атқаным, мен сөйтіп істедім өзім, чтобы личный не болмас үшін. Так, керек документтерді айттым. Прайс қанша төлеу керек екен, мына жерден көресің, өзің неңе байланысты. Так, тестовые вопросы, осының ішінде тестовые вопросы бар, пробный тестовые вопросы деп тұр. Соның ішіне кіріп дайындалу керек негізі. Сосын барлығын дайындап алғаннан кейін главный деген бар. Главный деген жерге барамыз. Так, войти деп тұр жаңа. Кіру керек, бірінші тұрған перейти деп тұр. Осы жерге бірінші зарегистрироваться деп тұр, ол не істеу ғой, короче, тіркелу ғой, белгілі. Қазақстан, гражданство Қазақстан ғой бәрінде. Сосын соглашаюсь дегенді басасың да, продолжить. Иін жазасың өзің.
сосын дальше не бар, электронный адрес анау мынау бар, мен көрсетемін ғой деген, бірақ енді өзім тіркеліп қойдым уже ше. Так, мына жерге өзің инін жазасың, ЖСН ғой. Сосын так, өз паролін жазасың да, войти мен кіреміз. Кірген кезде оценка на сертификацию деп тұр, соны басамыз да. Бірінші алып жатқан болсаң, сертификация өзің білесің ғой не алуың керек екенін, соны басасың, подать заявку деген. Подать заявку. Сосын выберите область, мына жерде не істеген кезде, регистрация жасаған кезде фамилия, аты жөнің барлығын өзің жазып кетесің, сол кезде сразу көрінетін болады. Так, город қай қаладан тапсырасыз экзаменді? Например, любой, мысалы Шымкенттікі болсаң, Шымкентке тапсырасың, Қарағандынікі болсаң, Қарағандыға тапсырасың. Сол сияқты мен Қызылорданы таңдаймын. Қызылорда. Ат жөнің барлығы жазылып тұрады, гражданство барлығы жазылып тұр. Не? Email адрес анау. Сосын экзаменді қай тілде тапсырғың келеді? Мысалы қазақ тілі болса, қазақ тілі, орыс тілі болса, орыс тілі. Орысша оққасын, орыс тілін таңдаймын. Сосын продолжить. Место работы. Енді жұмыс істемейтін болғаннан кейін другой таңдадым. Мен өзім қазір жұмыс істеп жатқан, жұмысқа тұру үшін осы сертификатты алып жатырмын ғой, білмеймін енді анау не екенін. Сосын должность сестринский брат по уходу деп жазған, мен кім қандай должностьпен не қылатынын білмеймін ғой. Сосын стаж работы менде жоқ. Сосын стаж работы ештеңе жазған жоқпын, бос орын қалдырып кеттім. Бос орын қалдырып кетуге болады ау деймін. Сосын заявление квалификационная категория деймін, сондай. Онда жоқ, онда бос қалдырып кеттім. Бірақ специальность дегенге ай жерде сестринский дел, медицинский брат, сестра деген бар, соны таңдадым мен өзім. Енді әркім өзінікін таңдайды, лаборатория, лечебное дело, акушерское дело, сондай. Содан кейін продолжить. Одан кейін мына жер жаңағы сканерден өткізілген, болмаса жаңағындай мен айтқандай документ қылып дайындағандар, солар мына жерде таңдайды, выбрать файл. Так, бірінші удостоверение деп тұр ғой, удостоверение. Так, удостоверение PDF қылып сақтамақ. Удостоверение. Так, одан кейін чек. Каспий Голдпен, Каспий банктікімен төлеген оңай болады екен негізі. Так, чек. Одан кейін дополнительные файлы деп тұр. Негізі менде российский колледж бітіргеннен кейін дополнительные файлы бар менде. Нострификация жасағаным. Соны саламын мен. Бірақ енді бас кім қалай салады білмеймін. Если ештеңе болмайтын болса, ештеңе салмай ақ қойыңдар. Сосын так, количество часов подготовки. Кейбір негізі жұмысқа барған кезде мен бір рет барғам, сол больницаға жұмысқа тұрамын. Қай уақытта бітірдім? 17-те бітіргем ғой мен. 17-те бітіргенде онда переподготовка оқып келдік та. Ол жақта да 15 мың теңге ма сондай. Оқымауға да болатын сияқты негізі. Оқымай да тапсырып жатқандар бар екен. Так, сосын учебный клинический бір бәлесе дейді. Бұнда не шаруам жоқ бұнда да. Мынау, короче, мынау оқыған уақытың, мынау қай жерде оқығаның ғой, в общем. Так, дипломың саласың, сканерден өткізіп. Сосын сканированная копия заявление деп тұр, жаңа заявлениені скачать етіп алғаннан кейін, заявлениені толтырасың, скачать етіп аласың, шығарасың, печать етіп аласың да, сосын ручкамен толтырасың, қайтадан сканерге өткізесің, сөйтіп мына жаққа саласың ғой, в общем. Заявление салдырамын. Сосын документ об изменении ФИО деп тұр. Әйел адам болып, если жаңағындай фамилияңды өзгерткен болсаң, сол фамилияңды не істейсің, жаңағы свидетельство о браке, үйленгенің туралы нені көрсетіп қоясың. Сосын дальше менде ондай жоқ. Продолжить. Так. В общем, мне внимание, оплатить прохождение теста также можно через приложение терминал Каспий банка дейді. Оплатил ранее, имеется чек дейді, мен осы төлегем, сосын естіп тұр. Байынша негізі осы сайттың ішінде отырып та төлеуге болады екен, если что, мен білген жоқпын. Так, отправить. Некий обработка заявления онлайн режиме производится в течение 7 рабочих дней с момента подачи, информация по дате в превалесе. В общем, мне отправлено деп тұр. Енді қай уақытта келетінін көреміз. Сол несі келген кезде шақыратын болғатса, жаңа email адреске келеді. Сондықтан email адресті дұрыс толық жазу керек. В общем, осы